Ерлерге қуат береді. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Зімбір тамыры жайлы естуіңіз бар ма? Видео басталмай тұрып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Зімбір тамыры қосылған шай ішіп жүру ерлер үшін өте тиімді. Қан айналымын жақсартады, қуат береді, потенцияны арттырады. Бұл үшін дәріханалық зімбір майын қолдануға да болады. Күніне 2 рет 1 шай қасық жылы суға 1 тамшы қосып ішіп жүрсе, жыныстық белсенділігін арттырады. Жалпы ер адамдарға таңғы кофе орнына зімбір тамыры қосылған шай қолданған дұрыс деп жазады. Ол үшін тамырдың бірнеше бөлшегіне қайнаған су құйып, оған жалбыздың 1-2 жапырағын қосыңыз. Қалауыңызша лимон немесе 1 шай қасық бал қосуға болады. Кофе секілді сергектік береді, көңіл күйді көтереді, ұйқыны ашады, белсенділікті арттырады. Ал кофеден айырмашылығы витаминге бай, ағзаға пайдалы болып келеді. Ал сіз зімбір қосылған шайды жиі ішесіз бе? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.